Мектептер бул математика китабы. Саған қазақ әдебиеті қандай пән ұнайды? Мысалы, маған математика ұнайды. Бізде поэзия дегеніміз негізінде ақында жырлап кеткен барлық ақында жазады ол өлеңді. Жалпы ол адамның жүрегінен біз осы оқушылар арасында жарыс ұйымдастырайын деп жатырмыз да. Соған біз білікпен емес, біліммен шешейін деп жатырмыз. Бізге көмекке екі қызды берсеңіз шағырышпен көрсетеді. Қайда барып дайындаласың? Ақсаңыз алда. Жайт, демеші бар, дайындалдым да. Жылы дүниеге келгенін ғана білемін. Басқа ештеңе білмейсің, а? Сен кән Аяла білесің ба? Ол Алматыда туылған ба? Иә, Алматы қаласында шықпаймыз. Алматы қаласы Қарасаз ауданында дүниеге келген 1931 жылы. Сен жаңадан кейін жұртсыз шықшы отан. Бізде бұзақлар деген малы бар. Соларды құтқармайсың ба сенде? Жоқ. Әлде тыныш отыр. Мен сені сауықтырамын. Қандай бұзақ? Кім деп айтам? Тыныш отырамыз. Мұхали мақтай жайлы ешкім білмей ма? Сен білесің кән тұрар қасен? Түсінікті. Сонымен басқа ешкім білмейді, шығармашылығынан хотя бы өлең, поэзия ешкім білмейді ма? Жаттамадыңдар ма? Ағай, онда соны бізге үй тапсырмасына берсеңізші. Келесі уақытқа, иә? Жарайды, мен сендерге келесі уақытқа сол тапсырманы беремін, жақсылап дайындалып келеміз. Шығармашылығынан өлең жаттаймыз, поэзия жаттаймыз. Жалпы түсінікті деп ойлаймын. Қазір сабақ бітті, қайтыңдар. Қыздар, сендердің бізге бір көмектерің қажет. Жалпы не көмектен білетін сиясыңдар? Қандай көмек? Біз жаңа балдармен білікпен емес, біліммен жарысайын деген едік, соған көмек қажет. Ал ішіне сенбесеңіз? Қазақ тілі. Маған математика. Өзі жарыста қандай сұрақтар болады? Қыздар негізі жарысы жеңіп алсақ болды ғой? Одан да дайындалайық. Мен келдім. Ал ендеше математикадан бастайық. Математика Кет. Қыздар, жігіттер, қазір ешқандай мұғалім жоқ, сондықтан сендерді ертең болатын жарысқа дайындайып қалай бересіңдер? Жақсы. Кеттік, Мұқа. Біз де сендер алдаймыз. Қоймайды екен бұларды. Жарыс қашан болады? Жеңілуге дайынсыңдар ма? Әлі өз еріктеріне беріле саласыңдар ма? Бұлар не? Қойсаңдаршы.
бір сыныпта бәріміз оқып жүріп төбескендер жарысқа дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Көрейік онда не болады? Смело атылады ғой.